Ассалаумағалейкум достар, және Dream League Soccer ойынының жанкүйерлері. Сіздерді шын жүректен келген наурыз мерекесімен құттықтаймын, және осы Dream League-ның кезекті бөлімін түсіретін боламын бүгін. Сіздермен бірге болатын бұл Сәкен және Қазақ Дос кланымен бірге. Қалайсыздар, барлықтарыңыз жағдайларыңыз жақсы ма? Маған лайк басып, мені қолдап жатқандарыңызға рахмет айтамын сіздерге. Және астына комментарийлерді оқыдым. Бір PSG-ның ба, әлде Неймардың жанкүйері ма, осы Dream League-ға кездесіп өткен бөлімде айтқан болатын, бір футболшыны ал деп, қандай футболшы десем, мен сол жанкүйердің айтқан футболшыны аламын деп. Және Неймарды алды кейін мен Неймарды сатып алдым, міне көріп тұрсыздар, Неймарды сатып алдым. Міне Неймар осы бөлімде негізде міне көріп тұрсыздар. Ньюкасл Юнайтед ойнайтын болдым, біз жоғарғы лигаға көтерілдік бір саты. Құттықтаймын оны сіздермен бірге. Мен біраз ойын ойнадым Неймармен бірге. Бомбардирлікті жалғастырып тұрады, мынау көріп тұрсыздар. Біздің команда 30 очкомен бірінші орында келе жатыр, және кубок ойында жартылай финалға Ливерпульмен өтті. Ол Ливерпуль ойнайтын боламыз, міне көріп тұрсыздар, өткен ойын Атлетико Мадрид жеңдік. Және өте бір қызықты ойын Ньюкаслмен ойнайтын болдық, ағылшын командасымен. Неймар қалай ойнайды екен, соны алғашқы дебют ойынын көреміз, және сіздер жаңа айтқан жанкүйеріміздің футболшыны тексеріп көрейік қалай ойнайтынын бірге. Сіздерді басқа жанкүйерлерді лайк басып, қандай ойыншы сатып ал десеңіздер, мен сатып аламын. Мысалы Месси ма, Роналду ма, біреулер жаңа Ирин Азарды ұнатады, біреулер ананы ұнатады, біреулер мынаны ұнатады. Соны айтсаңыздар, мен соны сатып аламын. Көріп тұрсыздар, Гард Бейл бастаған топ түсуде. Мен өзім жаңағыдай бір жеке команданың мынандай жанкүйері, мынандай жанкүйері демеймін. Мен кім болса соны аламын. Бұл академия болғаннан кейін мен өзім лишний Реалдың жанкүйері болғанмен сіздердің айтқан командаларын жаңағы ойнайларыңыз аламын. Так, ойын бастап көрейік. Бейл бастап берді ойынды. Неймардың аяғы бірінші допқа тиіп жатыр, қанаттан қашап. Неймар өзінің қанатында. Неймарды құлатып тастады ойын басында. Ньюкаслдық өте андай нашар ойнайтын бұл нелер екен. Брилс деген біздің академияның ойыншы қайтарып не істеп жатыр олар. Өте қауіпті жағдай. Пас өтпей қалды, Кларк деген қақпашы. Бұл жерде әлі мықты қақпашы сатып алған көрміз. Оны да сіздер таңдап бересіздер, қайсы екенін айтсаңыздар, мен сол қақпашыны сатып аламын. Олар қанатта тұрғызса, ойын басынан гол салдырып қоймасақ болған. Билсон Неймарға көтерді. Неймар жүгір. Әдемі 2-1 Ньюкаслдың қорғаушысын артта қалдырды Неймар. Жоқ, мынау қуат кетіп қалды. Вудман біздің ойын бұзып гол салды. Есепке алынбайды, төреш сықырды. Кезекті пас. Қабая. Әдемі. Осы қанатпен Неймарға ойнап жатыр, мысалы. Неймарды жеп тастап жатыр, шынды айтқан. Бұлай финт жасап көрейші Неймар. Финтті жұмыс іс бермеді. Медин аут па? Қателік жасауға әрекет жасады. Өте әдемі ойын, компьютеріне графикамен жасалған барлығы. Тур компьютер сияқты. Өте разработчиктер жақсы жасаған бұл ойынды. Ойын біздің көрдіңіздер ме? Қызыл қағаз, сары қағаз өткендер бөлімде айттым. Бұл жерде тек қана маған бір несі Германия Бундеслига міне финт жасадым. Неймардың бұрышқа соққысы гол. Бірден әлі құлап жатыр Неймар. Қуанышты өзін осы мен командама келгеніне риза болып тұр, шынын айтқанда. Көрсетті финтті қалай өткен, сіздер де осы ойынды ойнап, жаңағыдай не алсаңыздар болады, міне футболды көре жатырмыз. Тағынан былайына өтті айналып, және 9-ға алыс бұрышқа соққы жасап, голды бірден өткізеді. Және олар доп бастап береді. Неймар топқа жүгіріп баратыр, алды, итеріп бірдеңе. Гард Бейлді құлатты ғой, штрафной болғанда ғой. Подкат жақсы болды негізі. Өте әдемі алған қақпашы теуіп бастады. Теуе берсін. Біздікілер баттес басып берді. Кімге береді? Бейлға берді. Офсайд жоқ па Бейлді? Жоқ. Гард Бейл соққа бірден ұстады. Молодец, қақпашы мықты екен. Жаңа Неймарды соққа гол. Дебют ойында 2 гол. Әдемі кіріп кетті, әдемі.
Біз айтып жатыр, былай позицияны ұстады да былай кірді, былай кірді деп. Көріп тұрсыздар, пасты қалай подача көтерілді, және Неймар допты әдемі салды. Тамаша. Ойын бірінші тайм аяқталайын деп қалды негізі. Ойын бұздық, соны тартысудың қажеті жоқ. Жолды беріп жүрмедім тағы да. Көріп тұрсыздар, аналардан бір не түсірмей, 1 минут қосып беріпті Туриш. 1 минутта Хоселу дейді. Хоселу мынау Ньюкаслдың шабуылшысы. Мықты командалар мықты болып кетеді бұл жақта бара-бара. Өзі біз 1-ші дивизионға шықтық. Енді алдымызда жоғары 2 дивизион қалды. Ол стадионды көтеріп, ақша жинап, жаңағыдай мықты болып сатып алуымыз керек. Ньюкаслдың стадионы тамаша ғой негізі. Мыналар адам ауысты. Мерфи деген түсіріп отыр. Мықтылау біреу болса керек. Шаршады ма білмеймін. Туриш неге ұнамады ма? Неймарға доп, хет-трик бола ма екен Неймар? Хет-трик! Гол! Молодец Неймар. Біздің тренер қуанып жатыр. Басқаларды қуанып отыр. Андай өтіп кетті негізі. Нағырш, пасты қараш, Неймар тамаша ашық қалдырды. Бұнда футболшыны ашық қалдыруға болмайды. Гол. Неймар шын өмірде өткенде жарақат алып қалды, операциядан шықты. Ол футболшыны негізінен өзім жеке жанкүйер болмасам да көңіл айтып қаламын, бұл неге жақсы өтті дейді. Аяқ кетуіне тілектеспін. Жазда Реал Мадридке өтеді дегенде сөздер бар, бірақ білмедім, ол әлі сұрақ күйінде қалып жатыр. Және Бейлдің ойын басты. Бейлді тамаша ойнап жүр соңғы минуттарда, соңғы уақыттарда, соңғы ойындарында Реалда. Мерфи дейді, мынау жаңа ойын сырт неден келген. Ағаш футболшы екен негізі, жылдамдығы да жоқ. Мен бәрі қорғаушылар мықты екен мынау Ньюкасл. Ньюкасл енді соңғы уақыт нелер ойнай алмай жүр. Бұрындары 90-шы жылдары өте ойнайды, мен бұл командадан білемін. Ал бұл Шир деген осы Ньюкаслда ойнаған болатын. Көріп тұрсың, Бейл подача көтереді. Бейл мұны қайда кетті мынау? Енді кішкене қатетеу қойдым негізі. Бірден сөйлеп басып ойнап тұруға оңай емес екен. Бейл соққы. Қалай қайтарды көріп тұрсың. Финтті әдемі шыққан. Бейл көтерілген добел. Неймар 3-0 әдемі есеп. Осы чемпионат ойыны жартылай әдемі өтті. Неймар соққысы қақпаға. Мына қақпашы маймыл ма немене бересің? Өте жаман қайтарып отыр. Басқа қақпашы болса аламауы мүмкін еді. Неймарға көтерген соққы. Ойға жаманға тегетті. Гарбел басын шағып бұрды. Алдағы Сан Мартин деген футболшы ауысып жатыр дейді. Бавария мен Дортмунд көре алмаймыз, себебі Бундеслига жоқ бұл ойында. Алған бәрі бар. Бестік лиганы. Сантос өйік бұнда қайтып керек емес. Көтереді зопты, көтергізбеу керек. Вилсон молодец қайтар. Бар жетіп 1 минут қосып берді, осы есеп қалатын болсақ, 3-0 резеппен жеңіске жетіп, Неймар бірінші ойында 2 голменен тамаша. Неймар болатын жер ең жақсы ойыншы. Бір-бірін құттықтап жатыр тренерлер және Ньюкаслдың стадионы. Неймар дейді, өте жақсы техникасы. 3 голда Неймар саған екен, мен қателесіп отыр, кешіріңіздер. Хет-трик болған. Ақша қосып берді Ньюкасл. Кезекті бөлімдерде сіздермен кездесеміз. Және қайсы футболшыны сатып алатынын айтып отырыңыздар. Месси ма, басқа кім керек? Кезекті бөлімде чемпионат тем ойнаймыз, және кубок ойыны Ливерпуль өтетін ойында бір футболшыны сатып алып сіздерге көрсетемін. Айтыңыздар, мен сол ойында түсіремін. Сонымен қош сау болыңыздар, сіздермен болған Сәкен.